Визуал жасаудың ең оңай жолы. Құрметті серіктестер, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазіргі таңда мен сіздерге өткен видеода көбінесе түсінбей қалып жатырмыз, жөндеп түсіндіріп жібересіз бе дегендер сұрақтар өте көп болды. Сондықтан да сіздерге ең қарапайым тәсілмен жазу жолын көрсететін боламын. Мен алдын ала өткізіп алған фотоларымды дайындап қойдым. Қараңыздар, мен оранжевый цветті таңдадым. Оранжевый цветті қалай алдыңыз дейтін болсаңыздар, Pinterestке кіресіздер. Және де поисковикке жазасыздар фон для продукта оранжевый деп іздесеңіздер, дәл осындай сіздердің өнімдеріңізді салып қоюға арналған дәл фотоларды шығарып беретін болады. Және де фон оранжевый деп іздесеңіздер жазылады. Өздеріңіздің қандай цвет қалайсыздар, ұнатасыздар, соны жазатын боласыздар. Мысалға белый, черный, там фиолетовый деген сияқты соны барлығын шығарып беретін болады. Және де ұнатқандарын өткізіп аласыздар. Өткізіп алуды мен сіздерге көрсеткен болатынмын, иә. Енді ластикке кіремін. Өзіңіздің қаласаңыз фотоңызды қойсаңыз болады, болмаса өнімнің жаңадай фотосын алсаңыздар болады. Өнімнің фотосын қалай аламыз? Санеева компаниясының сайтына кіреміз. Өзіңіздің кабинетіңізге болмаса Санеева деп іздеген кезде автоматически қасында картинка шығады. Соны басасыздар. Және де дәл осы Биоплюстің фотосы шығып тұр. Және де үстін басып тұратын боламын. Скачать изображение деген шығады, соны басамыз. Және де өтіп болғаннан кейін ластикке кіреміз. Удалить фонды басамыз. Биоплюстің суретін бізде почти дайын, астынан керекті бір фотоңызды таңдап аласыз, қандай түрі керек, и сохранитті басасыз төбесінен. Болды, дайын. Енді капкаттан фоторедактор шықпай жатыр деушілер үшін сіздердің алдарыңызға дәл осылай ештеңе жоқ кезінше плюс кішкентай қойып тұруы мүмкін. Соны астына қарай түсірген кезде фоторедактор деген шығады, соны басасыздар. Ең бірінші мен любой бір суреттің үстін басамын, продуктыға арналған, және де астың жағына изменить деген тұрады, соны басамыз. Басқаннан кейін астынан добавить фото дегенді іздеп тауып аламыз. Және де біздің кесіп алған фотомызды салатын боламыз. Мінекей қараңыздар. Енді сочетанияны міндетті түрде қараңыздар, құрметті оқырмандар. Кез келген өнімді қоя беруге болады екен, кесіп қоя беруге болады екен деп цветіне қарамай шығара бермеңіздер. Цветін кішкене үйлестіріп алып, одан кейін барып шығарсаңыздар дұрыс болады. Биоплюс қандай ауруға ем, соны жазатын боламыз. Текстқа кіреміз. Мысалға Биоплюс өнімі эндокриндік жүйеге жақсы көмектеседі, асқазан ауруларын емдейді, соны жазатын боламыз. Мен енді орысшалап жаздым, себебі дәл осылай жазсам түсінікті бола ма деп ойладым. Кішкене кішірейтіп жазатын боламыз. Стильге кіреміз, және де обводканы басамыз, қара түсті таңдаймыз, теңге кіреміз, сұр түсті таңдаймыз, ең қанық сұр түсті, және де шрифті дегенге кіреміз. Өзімізге ұнаған шрифтті таңдаймыз, және сопоставлениеге кіреміз, қиғаштап қоятын боламыз, және де ортадан етіп жаңағыдай екінші тұрған размерін таңдайтын боламыз. Және де фондарыңызға байланысты цветін өзгертіп тұрасыздар, қатты көрінбей қалмау керек деген сияқты. Енді біз экспортировать етеміз, төбесіндегісін басып, және де фонымыз дайын болып қалды. Инстаграмға кіреміз, төбесіндегі плюсті басамыз, публикация басатын боламыз, және де дәл осылай кішкене фотомызды реттеп алатын боламыз, чтобы фон көрінетіндей, жазу көрінетіндей. Дәлені басамыз. Кішкене кішірейтсеңіздер болады, аудио қоямыз, міндетті түрде дәлені басамыз, және де толыққанды описание жазатын боламыз. Поделиться етемін. Міне қараңыздар, бізде анық көрінген жазу шықты. Енді дәл сол осылай мен фонға жазуымды жазып, суреттерімді қойып шығаратын боламын. Сурет қойды мен сіздерде өткен жолы көрсеткен болатынмын. Енді оның оңай жолын көрсетемін сіздерге. Қайтадан капкатқа кіреміз, фоторедактор басамыз, және де кез келген өзіміздің өткізіп алған суретімізді басасыз. Әдемі түскен фотоңызды ластикпен фонын удалить етіп аласыз. Міне, дәл осылай шықты. Дәлен басып, аудиоларыңызды қойып, поделицияны басып отырасыздар. Алғашқы сіздерде 12 пост рельс салынбау керек, пост ретінде шығу керек. Өйткені өзіңізді таныстырасыз, Санеева компаниясын таныстырасыз, өзіңіздің яғни жүйелеріңізді таныстырып шығасыз, одан кейін барып рельс сала бересіз деген сөз. Міне қараңыздар, мен примерно визуалды жасап қойдым. Бетіне әрине жазулар қоясыздар, фотоларыңыз қоясыздар. Мына жердегі сияқты фотоларыңызды, өзіңіздің жеке фотоларыңызды араластырып қойсаңыздар да болады. Ең бастапқы фотоларыңыз 12 болу керек, ешқандай рельсіз, тағы да басқасыз. Одан кейін барып уже сіздердің рельстарыңыз салыну керек. Келесі сабақта мен сіздерге Инстаграмды толыққанды таныстырып өтетін боламын. Қай батырма қандай жұмыс атқаратын барлығын көрсететін боламын. Сондықтан да алыстамаңыздар.